Assalamu алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздерге өзімді жай ғана таныстырып өтетін боламын. Видеоны бастамай тұрып, каналыма жазылуды, лайк басуды және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Жалпы өзімді сіздерге таныстырып өтейін. Мен түркше және қытайша, ағылшынша, қазақша осы 4 тілді білемін. Бірағында бұл 4 тілді бір деңгейде білмеймін. Мысалы, ең жақсы білетін тілім қытайша. Сосын кейін түркше мен қазақша. Ең соңында ағылшынша. Жалпы қытайшаны мен 100% білем. Енді өте жақсы деңгейде қытайшаны білем десем болады. Неге десе, мен өзім Қытайда туып өскен, бала кезімнен қытайша үйренгем. Мысалы, бастаушыдан лицейге дейін 12 жыл Қытай мектебінде қытайша үйренгем. Сол себепті қытайшаны өте жақсы деңгейде білемін. Лицейден кейін Түркияда универде оқыдым. Ал Түркияда 5 жылдай уақытым Түркияда болды. Универ оқыдым, жұмыс істедім дегендей. Қытайша, түркше аудармашы болдым. Содан кейін 2 жылдың алдында мен Қазақстанның Алматы қаласына келдім. Қазірде Алматы қаласындамын. Жалпы Қазақстанға келгеніме 2 жылдан асты. 2,5 жылға таяп қалды. Жалпы қазақстаншаның кірелішеге де түсініп үйреніп қалдым. Сол себепті қазақшанда да кәдімгідей біраз деңгейде білем. Ал ағылшыншаны жалпы енді біздің бастаушы кезден бастап ағылшынша өтетін, бірақ бала кезімде көп мән бермейтінмін. Ағылшыншаны ондай жақсы көрмейтінмін. Бірағында Түркияға барған кезінде, сыртқа шыққан кезінде ағылшыншаның керекті болған түсінгеннен кейін түркшемен қоса ағылшынша тілімді де жетектей жүрдім, ерте жүрдім. Сол себепті жалпы менің ағылшыншам орта деңгейде бар. Бұлай негіздік тұрмыс тілді өзімді түсіндіріп айтатындай деңгейде ағылшыншам бар. Ал осы каналда мен сіздерге осы қазақша мен қытайша, түркше және ағылшынша тілдерді үйрететін боламын. Сол себепті сіздердің қолдауыңыз керек болып тұр. Егерде бұл видео осы каналыма тіркелген адамдар көбейіп, және де қолдаушылар көбейіп басса, Құдай қаласа ары қарай тіпті де ең негізгі тіл емес, орта деңгейде болса тіпті де жоғары деңгейдегі түркше және қытайшаны сіздерге үйрететін боламын. Жарайды, осы видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.